Опа! Ал бүгін не дайындаймыз? Макароны! Сәлем достар, қалайсыңдар? Барлығы жақсы ма? Бүгін сендерге менің классический макароны ең дәмді болатын рецептімен көрсетейін. Ең оңай рецепт, үйдегі бар затымен пісіресіңдер достар. Ең оңай рецепт, осы мен 10 жыл болды қалай келін болғанымен осындай пісіретін болдым. Негізі достар, кейбір адамдар макаронды салғанда үстінен қайнаған суны құйып тастайды. Жоқ, олай істемеңдер достар. Қазір мен сендерге күшті рецепті көрсетемін. Алдымен етті аламыз да жақсылап турап мариновать етеміз. Тұздаймыз. Тұздағанда етті қара бұрыш, тұз, чеснок, соның бәрін қосып жақсылап араластырып, етті 1 сағатқа қойып қоямыз. Менің чесногым бітіп қалған екен бүгін достар. Кешірерсіздер, сонымен чесноксыз болып қалды. Мен сендерге бір зат айтып берейін ба? Мынандай затпен жүре алмайтын болғам. Мынау не дейсіңдер? Не деп ойлайсыңдар? Мынау деген бар ғой, глюконат кальция деген дәрі. Осыны күн қалтама осылай киім киіп аламда, қалтасы бар, қалтама саламда, соны жеп жүре берем. Ал газымызды жақтық достар, етіміз 1 сағат тұрды, майымызды сковородкамызға құямыз да, етімізді қызартып жақсылап қуырамыз. Ал етімізді баяу отқа қоямыз да крышкасын жауып көкөністерімізді дайындаймыз. Көкөністерден менің бұрыш, пияз, картоп, сәбіз қосамыз. Олардан жақсылап әдемілеп турап бастаймыз. Сәбізіміздің бәрін қоспаймыз, жартысын тамаққа қосамыз, жартысын балдарыма осылай әдемілеп турап береміз. Я болмаса бермей өзіміз жүрек жалғап алып, өзіміз ақ жеп қоямыз. Ал достар, көкөністерімнің бәрі дайын, міне әдемілеп соломка қып турадым. Етіміз жақсылап қуырылды, сонымен аламыз да пиязымызды қуырамыз. Пиязымызды қуырғаннан кейін артынан көкөністердің қалғанын салмаймыз. Пиязымызды әбден жақсылап сап-сары алтын сияқты қып қуырып аламыз. Ал достар, сәбізіміз осылай алтын сияқты қуырылды. Енді қалған көкөністерді қосамыз да, тұзымызды немізде қосамыз. Содан кейін қайнаған суымызды кішкене құйып, бұқтырып, отты баяу отқа қойып, крышкасын жауып қойып қоямыз. Ол әбден жақсылап қуырылып, жақсылап піскен кезде достар, біз басқа жұмыстарымызды істеп тұрамыз. Арасында осылай ашып крышкасын араластырып тұрамыз.
Ал мен достар, үйіліп тұрған посудамды жуып бастадым. Уақытым бар. Одан кейін макаронымызды пісіреміз. Осындай кастрөлімізді алып су құямыз. Суны қайнатып, макаронымызды салып, жақсылап пісіріп аламыз. Жақсылап пісіргенде үлкен пісіп, үлкейіп, былшылап кетпесін макарондарыңыз. Осылай араластырып, тұз салып, жақсылап қайнатамыз. Ал менің макарондарым қайнады жақсылап. Қазір сендерге видеодағыдай көрсеткендей осылай болып пісу керек. Қатты пісіп кетпеу керек. Міне достар, менің көкөністерімді қуырылып, әдемі болып, араласып, тәп-тәтті болды. Енді піскен макаронымызды аламыз да жақсылап сүзіп алып, макаронымыз қуырылған көкөністеріме қосамыз. Қосып болғаннан кейін жақсылап осындай ағашпен жақсылап араластырамыз. Достар, сонымен крышкасын қайтадан жабамыз да бір 15 минутқа баяу отқа қайнатамыз. Ал достар, ас болсын, менің макароным дайын. Осылай әдемілеп подача бердім. Сіздерге ұнаған болса, достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока!